7 минут бар керегі осы. Сіздің миыңызды, денеңізді, өміріңізді өзгерту үшін. Бүгін мен сіздермен сондай қарапайым, бірақ сонымен бірге сондай қуатты нәрсе туралы сөйлескім келеді. Ол тек менің өмірімді ғана емес, бүкіл әлем бойынша мыңдаған адамдардың өмірін өзгертті. Бұл күрделі ғылым да емес, біртүрлі шатасқан жүйе де емес. Әңгіме мынада. Егер сіз әр таң сайын бар болғаны 7 минут бөліп, миыңызды табысқа баптасаңыз, ал оны сіздің орныңызға әлемнің бағдарлауына жол бермесеңіз. Көп адамдар оянғанда телефонын қарайды, мәселелері туралы ойлап, миын стресс күйіне енгізеді. Аяқтары еденге тиіп үлгермей жатып, олар күнін стрессқа бағдарлап үлгереді, әлі күн басталмай тұрып-ақ. Бірақ егер басқа жолын қарастырсақ, егер сіз сол алғашқы сәттерді қолдансаңыз, ми ең қабылдағыш күйде тұрған кезде мүлдем басқа бағыт бере алсаңыз қалай болар еді? Мен бұны кездейсоқ аштым. Жарақат алғаннан кейін дәрігерлер маған мүмкін, енді ешқашан жүре алмайсың деді. Сол кезде мен таңдау алдында тұрдым. Олардың шындығын қабылдау немесе өз шындығымды жасау. Мен өз шындығымды жасауды таңдадым. Әр таң сайын аналитикалық ой іске қосылмай тұрып, әлем маған не мүмкін еместігін айта алмай тұрып, мен осы тыныш сәттерді ойша, өз денсаулығымды қайта қалпына келтіруге қолдандым. 7 минут бағытталған ниет. 7 минут жаңа адамға айналу. Ал не болды деп ойлайсыз? Менің омыртқа медицина түсіндіре алмайтын жолмен сауға бастады. Бірақ мен түсіндім. Сіз ойыңызды өзгертсеңіз, өміріңізді өзгертесіз. Бұл жай ғана позитивті ойлау емес. Бұл нейробиологиялық бағдарламалау. Осы видеоны соңына дейін қараңыз, қарапайым әрі пайдалы практикалық техникаларды өткізіп алмау үшін. Нұрлы Voice арнасына жазылыңыз, егер әлі жазылмаған болсаңыз. Лайк басып, кез келген пікір қалдырыңыз. Мысалы, 3-5-тік жазсаңыз, маған қолдау көрсеткен боласыз. Сіздің лайктарыңыз бен пікірлеріңіз бұл видеоны алға жылжытуға қатты көмектеседі. Қолдауларыңызға рахмет. Енді мен сіздерге Сара туралы айтып берейін. Сара 42 жаста еді. Ол созылмалы депрессиядан, артық салмақтан қиналды. Жек көретін жұмысында қамалып, күнін әрең өткізу үшін 5 түрлі дәрі қабылдады. Сіздердің көбіңіз сияқты ол да тіршілік ету режимінде өмір сүрді. Оянады, өмірге реакция береді, ұйықтайды, бәрі қайталанады. Оның өткені болашағын жасап тұрды. Себебі күн сайын ол бір ойларды ойлап, бір әрекеттерді істеп, бір эмоцияларды сезетін. Кейін ол осы 7 минуттық таңғы тәжірибе туралы естіді. Неден ұтыламын? Деп ойлады. Ол бұл тәжірибеге толықтай берілді. Ешқандай сылтау, ешқандай демалыссыз. Әр таң сайын ең алдымен 7 минут. Әр таң сайын ең алдымен 7 минут. Телефонын қарамай, отбасылық шаруалар басталмай тұрып. Әлем оның назарын алып үлгермей тұрғанда. 6 айдан соң 3 дәріні тоқтатты, 12 килограммға арықтады. Жаңа жұмыс тапты. Ең бастысы өміріне қуаныш қайта оралды. Бұл оның сыртқы әлемі бір түнде, сиқырлы түрде өзгергендіктен емес, алдымен ол өзінің ішкі әлемін өзгерткендіктен болды. Ал оның сыртқы шындығында соған ілесуден басқа амал қалған жоқ. Міне көп адамдар осы жерде қателеседі. Олар өмірін өзгерткісі келеді, бірақ алдымен сыртқы жағдайлардың өзгергенін күтеді. Мінсіз қарым-қатынас, мінсіз жұмыс, мінсіз дене күтіп, содан кейін ғана бақытты болғысы келеді. Бірақ бұл кері логика. Сіздің сыртқы әлеміңіз, ішкі күйіңіздің айнасы. Бір сәтке ғылым туралы сөйлесейік. Сіздің миыңыз сыртқы әлемде болып жатқан нәрселер мен ішкі әлеміңізде болып жатқан нәрселердің арасындағы айырмашылықты көрмейді. Сіздің ойларыңыз миыңызда бірдей химиялық заттарды шығарады. Сіз бір нәрсені шынымен бастан кешіріп жатсаңыз да,
не жай ғана соны ойлап отырсаңыз да ми үшін айырмашылық жоқ. Бұл өте маңызды. Әр таң сайын оянғанда миыңыз тета күйінде болады. Бұл ұйқылы ояу гипноздық күй. Мұнда сіз көбірек қабылдағыш боласыз. Көп адамдар осы мүмкіндікті жіберіп алады. Олар бірден проблемаларын, істеу керек әрекеттерді, уайымдары туралы ойлай бастайды. Сөйтіп миын сол қалпында бағдарламалап қояды. Бірақ егер сіз осы 7 минутты пайдаланып, қандай адам болғыңыз келетінін ойша қайталап, қалағаныңызға ие болғандай күйді сезініп, жаңа нейрондық байланыстарды бағдарламаласаңыз, сіздің миыңыз нейрондардан тұрады. Олар синапс деп аталатын байланыстар арқылы бір-бірімен сөйлесетін жүйке жасушалары. Сіз белгілі бір ойды ойлағанда, нейрондар белгілі бір реттілікпен белсендіріледі. Сол ойды қайта ойласаңыз, дәл сол нейрондар қайтадан бірге белсендіріледі де өз байланысын күшейтеді. Бұл нейробиология қағидасы. Бірге белсенді болған нейрондар бірге байланысады. Көп адамның миы жылдар бойы стресс, уайым, әдеттегі ойлау үлгілерінде өмір сүруге бапталған. Олардың нейрондық желілері ойлардың супермагистраль сияқты. Оларды күн сайын сол бір ой жолдарымен автоматты түрде жетелейді. Сондықтан өзгеріс соншалықты қиын болып көрінеді. Сіз шын мәнінде миыңыздың физикалық құрылымымен күресіп жатырсыз. Бірақ жақсы жаңалық та бар. Нейропластика дегеніміз миыңыздың өзгеру қабілеті. Ол жаңа байланыстар құра алады, өзін қайта баптай алады. Мұндай қайта баптаудың ең тиімді уақыты таңғы ерте шақ. Ми аналитикалық ойды қоспай тұрып, сізге өзгерістер мүмкін емес деп түсіндіретіндерге дейінгі ұйқылы 7 минут. Дәл осы 7 минутта сіз миыңыздың физикалық құрылымын өзгертіп жатырсыз. Ескі меннің нейрондық байланыстарын әлсіретіп, жаңа меннің байланыстарын күшейтесіз. Мұны тұрақты қайталасаңыз, жаңа жолдар миыңыз үшін әдеттегі бағытқа айналады. Міне сол кезде өзгеріс жеңілдейді. Сол кезде сіз жаңа адамға айналасыз. Миға осылай әсер етеді. Сіз қайта-қайта ойлаған нәрсеңізбен назар аударғаныңызды ми маңызды деп есептейді. Ол сіз назар аударған нәрсеге дәлелдер іздей бастайды. Егер проблемаларға көңіл бөлсеңіз, миыңыз одан да көп проблемалар табады. Егер мүмкіндіктерге назар аударсаңыз, миыңыз көбірек мүмкіндіктерді табады. Бұл ешқандай рухани бос әңгіме емес. Бұл сіздің назарыңыз бен ретикулярлық белсендіру жүйесінің жұмысы. Сіздің миыңызда сүзгі жүйесі бар. Ол қандай ақпараттың сыртқы ортадан сіздің саналы қабылдауыңызға жететінін анықтайды. Әр секунд сайын сізге миллиондаған бит сенсорлық ақпарат келіп жатады. Бірақ сіз оның кішкентай ғана бөлігін аңғарасыз. Қай ақпараттың өтетінін не анықтайды? Сіз миыңызды бағалауға және көруге үйреткен нәрсе. Сондықтан ниет өте маңызды. Сіз көңіл бөлген нәрсе өседі. Сіз көңіл бөлмеген нәрсе өшеді. Әр таң сайын 7 минут бойы бағытталған ниетіңіз миыңызға нені іздеу, нені көру, нені көбірек жасау керек екенін нақтылап айтады. Енді осы 7 минуттық таңғы рәсімнің нақты қалай көрінетінін түсіндірейін. Біріншіден, сізді ешкім мазаламайтын тыныш жер табыңыз. Бұл талқыланбайды, телефонды өшіріңіз. Бұл сіздің уақытыңыз. Екіншіден, түзу, бірақ ыңғайлы қалыпта отырыңыз. Бұл қалып миыңызға осының маңызды екенін білдіреді. Сіз жай жатып немесе ұйықтап жатқан жоқсыз. Үшіншіден, көзіңізді жұмып, 3 терең тыныс алыңыз. Мұрынмен 5-ке дейін санағанда дем алыңыз. 2-ге дейін ұстап тұрыңыз. 7-ге дейін санағанда ауызбен шығарыңыз. Бұл сізді қаш немесе соғыс күйінен шығарып, парасимпатикалық жүйке жүйесін іске қосады. 4-шіден, назарыңызды жүрекке аударыңыз. Метафоралық емес, шынымен кеуде ортасындағы кеңістікті сезініңіз. Бұл санаңызды бастан жүрекке ауыстырады, ойлаудан сезінуге әкеледі. 5-шіден,
шынайы алғыс сезімін тудырыңыз. Жай ғана ойламаңыз, шын мәнінде денеңізбен алғысты сезініңіз. Алғыс сіз бола алатын ең жоғары эмоциялық күйлердің бірі. Ол сіздің жүрегіңізді ашады және ми мен жүрек үйлесімін синхрондайды. 6. Не жасағыңыз келетінін анық елестетіңіз. Оны қазір болып жатқандай көз алдыңызға келтіріңіз. Образдарды қосып, нақтылаңыз. Ең бастысы, егер ол шындығыңыз болса, өзіңізді қалай сезінер едіңіз, соны сезініңіз. Сіздің миыңыз үшін шындықпен, эмоциямен жарқын елестетілген қиялдың айырмашылығы жоқ. 7. Осы көріністі жоғары күшке тапсырыңыз. Оны кванттық өріс, әлем, Құдай деп атаңыз, сізге қайсысы жақын. Қалай дегенді қоя салыңыз да, энергияңызды өзгертсеңіз, өміріңізде өзгеретініне сеніңіз. Бар болғаны осы. 7 минут. Бірақ бұл 7 минут күндегі басқа кез келген минуттан өзгеше. Өйткені ол бүкіл алдағы уақытқа энергетикалық үлгі қояды. Бұл қарапайым естіледі, бірақ шынында да солай. Бірақ бұл оңай дегенді білдірмейді. Сіз қарсылыққа тап боласыз, ескі меніңіз тірі қалу үшін күреседі. Сіз жаңа адам боламын деп шешкен сәтте, осы жаңа менге сәйкес келмейтіннің бәрі мойындалу мен босатылу үшін бетіне шығады. Сіз өзіңіздің 7 минутыңызға отырғанда, кенеттен істелуі тиіс 20 шұғыл шаруаны еске түсіруіңіз мүмкін. Бұл қарсылық. Сіз зеріккенді, мазасыздануды немесе күмәнді сезінуіңіз мүмкін. Бұл қарсылық. Сіз ұйықтап кетуіңіз немесе ойыңыз істер тізіміне қыдырып кеткенін байқауыңыз мүмкін. Бұл қарсылық. Бұл қарсылық қалыпты және күтілетін нәрсе. Бұл сізді бұрынғы күйіңізде ұстап қалуға тырысатын миыңыздың гомеостатикалық механизмі. Сіздің миыңыз тиімділікті жақсы көреді. Ал қазіргі дағдыларыңыз, тіпті олар сізді бақытсыз етсе де, тиімді. Өйткені олар үйреншікті. Сіздің миыңыз бақыт үшін емес, тірі қалу үшін жаратылған. Ал миыңыз үшін үйреншікті нәрсе, қауіпсіз нәрсе. Ендеше бұл қарсылықты қалай еңсеруге болады? Саналылық және табандылық арқылы. Қарсылықты айыптамай байқап, зейініңізді жайлап, өз тәжірибеңізге қайта бұрыңыз. Мұны тұрақты қайталаған сайын қарсылық әлсірейді, ал ниетіңіз күшейеді.